Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қысқа арнап болгар бұрышын қатыратын боламыз. Ең алдымен болгар бұрышын жуып тазалап аламыз да, басын кесіп, ішіндегі дәндерінен тазалаймыз. Кесіп алып тастаған бастарын лақтырмаймыз, оларды да жуып тазалап пайдаланатын боламыз. Осылайша барлығын тазалап аламыз. Тазаланған бұрыштарымызды тағы да бір сыртын және ішін жуып аламыз. Ары қарай әр бұрышты жеке-жеке жақсылап құрғатып сүртеміз. Егер де бұрыштарымыз дымқыл болатын болса, қатқан кезде бір-біріне жабысып қалады. Сондықтан да әр бұрышты мұқият жақсылап құрғатып сүртуіміз керек. Енді жақсылап құрғатылып сүртілген бұрыштарымызды жеке-жеке целлофанға орап, бір-біріне кигізіп, ортақ целлофанға саламыз. Ол үшін алдымен бір целлофанды төртке бөліп дайындап аламыз. Ары қарай барлық бұрыштарымызды салып шығамыз. Яғни, бірінші әр бұрышты жеке целлофанға ораймыз. Одан кейін бір-біріне қатты баспай, бұрышты сындырып алмай кигіземіз. Ары қарай жинақталған бұрыштарымызды ортақ бір целлофанға қатарлап саламыз. Осылай бұрыштарымыз бір-біріне жабыспай жақсы сақталатын болады. Барлық бұрышты салып болғаннан кейін целлофанға ауа кіргізбей аузын байлаймыз. Осымен жұмысымыздың бірінші этапы аяқталады. Бұрыштарымыз дайын. Қатырып сақтай беруге болады. Жұмысымыздың екінші бөлімінде бағана кесілген бастардан қалған бұрыш қиындыларын жуып, құрғатып сүртіп, артық жерлерін алып тастап, өзімізге керекті формада турап аламыз. Осылайша біз болгар бұрыштарын екі түрлі жолмен қатырып сақтаймыз. Жазда осылай сақтап алып, қыста дәмін татып көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.